менде бір сұрақ бар да. Неге аранжировщиктер, мысалы, мен сені білемін ғой, уақытында жасайсың. Білмеймін, біздің жігіттер осы жақтағы уақытында жасайды. Біреулер неғып көтіне жүгіртеді. Ол өзі қарашы, мысалы, мен ойлаймын, бұл жерде әншілердің де қателігі бар, и аранжировщиктердің де қателігі бар деп. Бірақ енді көбісінде бір сұрақ, неге аранжировщиктер сонша созады? Бірақ именно сондай қашап, телефоннан созатындар хит шығарады ғой, білесің ба? Шын айтсам, солар хит шығарады. Солар хит шығарады. Мен талай дос. Заңдылық па бір? Заңдылық бар аға. Именно солар хит шығарады. Мықтылар ма еще? Ол былай ғой, негізі көбінесе енді оны айта беру сияқты енді. Ол андай деп ойлаймын өзім. Созғаннан кейін ол жұмыс өте күрделі болып жатыр деген сияқты. Сен олардың көтін жауып жатсың ғой әлі. Мен конкретно көргенімше, андай ой қойшы, кейін жасайсың, желание болмай тұр. Скидка сұрады ғой бұл менен. Пиде скидкасын істеп, ол жерде түсінгім келеді да, сонда ана скидка істеген үшін міндет па, ананы аранжировщик. Жоқ, одан кейін адамдардың бір мынандай несі бар да. Бір жерде хит шығады ғой. Бәрі арақ ұқсап сол жерге үймелейді. Ол жерден уже гарантия да хит шықпайды да. Ол ақша жасайды. Просто атты да біреудікі. Ол редкий случай ол. Мысалы, Серғазы болды бізде. Серғазы мысалы поочередно атты ше. Жауғашарға жатты, Жауғашардың әні атты, Ұланға сартқа атты. Бірнеше атты да, кейін уже... Оның бір мықты несі сол кезде әртүрлі стилистикада ән келгеннен сияқты мен ойымша. Ол да мүмкін, иә. Өйткені әр хиттар бәрі той стилі, бірақ әртүрлі стилде. Иә, ол да мүмкін. Содан кейін ол мықты, енді аранжировщиктің мықтылығы деп ойлаймын. Тандем ғой, мықты тандем болғанша. Сондай, иә.